Мен сотталушы Бисаев Ғалымбек Найманғазиевич 1976 жылы дүниеге келген. Қазіргі таңда 7 баланың әкесімін, кәмелетке толмаған. Маған сұрақ қойғандай, тағылып отырған айыпты мойындамаймын. Және де сол іс туралы айта кетсем, бесі күні біз ауылдастарымызбен Алматыда бейбіт шеру болады деп естіп барғанымыз бар. Алматы қаласына келдік. 5 қаңтар күні сағат 12 шамасында. Сейфуллина Төле би қиылысына келдік. Сол жерде машинамызды қойып, жаңа келген ауылдастармен бірге қарап, бейбіт шеру дегеннен кейін сондай ниетпен келгеніміз бар. Және де сол жерде жаппай жаңағы нелер болып жатыр, наразылықтар болып жатыр, жаңағыда гранаталар, бірдеңелер жарылып жатыр, түтін болып жатыр. Түсінбей қалдық өзіміз жаңағы. Газға уланып, сол жерде отырып нетіп қалдық енді. Сол жерде менің жаңағы видеомда өзім тарих ретінде деп түсірген видеом бар. Сол жерде бәрін өткенде де көрдіңіздер. Содан сол жерден халықтардың саны көбейіп жиналып, жаңағыдай бейбіт шеруде мен өзім қасымдағы жүрген ауылдастарым бәрінен адасып қалдым. Өйткені Қаракастектен келгеннен кейін бірге менің көлігіммен келгеннен кейін қасымдағы адамдармен қайтуды мен сол жерде ойладым. Адасып қалып, қаяқтан табарымды білмей, әке-шешелері ертең ауылда ұят болып, жаңағыдай бірнеге ұрынып қалар ма деген сондай жағдаймен, соларды іздеумен, қараумен жүрдім. Адам саны көбі соншалық. Содан алаңға дейін адамдардың бәрі ағылып кетіп жатты. Сол алаңға дейін бардым. Ол жерде де жол жөнекей жаңағы бір-екеуін таптым, өзіммен ілесіп келген балаларды. Соларға бір-бірімізге айтып, қайтайық деп, бірақ алаңға бір үміт болды. Жаңағы билік тарапынан біреу шығып, осы халықты тоқтатып, бір айтады екен деп, не айтады екен деп ойлау ниетім, бір үміт болды менде. Лично өзімде сондай үміт болды. Алаңға барғанда бір әкім ба, жаңағы депутат ба, бізде енді мыңдаған әкім, мыңдаған депутаттар бар ғой, соның біреуі болса да шығып, халықтың алдында бір не сөз айтып, бір тоқтататын шығар деген, бір уәжіміз тыңдайтын шығар деген бір шара болды. Бірақ ешқандай нәрсені қиратқам жоқ, ешқандай нәрсені өртегем жоқ. Өзімді видеоға түсіріп, жаңағы комментировать етіп, мынау тарих қой деп, соның барғаным бар. Сол алаңға барып, достарымен бірге қосылғанда тауып, сол жерде бір-бірімізді әрең дегенде тауып, мынау бейбіт шеру емес екеніне көзіміз жетіп, соны қайттық, ауылға қайттық. 5 күні болған жағдай. Кешкі сағат 6-ларда уже біз қайттық қаладан. 8-лерде уже ауылда болдық. Жамбыл ауданы Қаракастек ауылында 8-де болдық. Сол 10 күні маған кеп, үйімде полиция қызметкерлері 15 шақты адам кеп, үйіме кеп тінтіп, жаңағы шеттей бала-шағаның бәрін қорқытып, автоматпен кеп мені кеп алып кетті. Алматы облысы Жамбыл аудандық ішкі істер бөліміне. Сол үйден шыққаннан бастап мен қолымда телефонымды бердім. Міне телефоным бар ма деді. Телефонымды бердім. Және де Жамбыл ауданына барып, сол жеткенше ұрып соғып бастады. Жамбыл ауданына барып, ол жерде 4 күн бойы тамақ бермей, су бермей, ұрып соғып, азаптап, қинап, неше түрліні мойныма іліп, қабырғамды сындырды, омыртқамды сындырып, басымды жарып, сол жерде азаптады 4 күн бойы. Одан 4 күннен кейін Алматы қаласының департамент полициясына апарды. Ол жерде Нұрдәулетов, Астана клуб Нұрдәулет деген тергеуші тағайындалды маған сол жерде. Ол тергеуші тергеп, жаңа бірінші допрос алды. Сол жерде Бүйтек Жақсылық деген адвокат тағайындалды. Сонда біздің ешқандай
немізді көрмей, жаңағы бүйтек жақсылық тергеуші Нұрдәулетов, Астана Клуб Нұрдәулетов сұрап отыр да, мына кісіге қандай айып тақсам екен деген кезде, жаңағы Астана Клуб бүйтек жақсылық адвокат, дежурный адвокат, сол 272-нің екісін тақ, мен қазір ғана осындай тергеу әрекетінен келдім, мына 272-нің екісін тақ деп адвокаттың айтуымен қоймай маған 272-нің екісін тақ. Мен білмеймін бұл статьяны, бұл айыпты, бұл бапты білмеймін, маған түсіндіріп өтіңіздерші десем, мені Астана Клуб сол жерде басқа кабинетке кіргізіп ұрып соғып, қайтадан осыны не айтамыз, соны тыңдайсың, осының бәрі деп, сөйтіп маған мойныма тақты. Мен келіспеймін. Және де ол жерде 4 күн бойы азаптады департамент полицияда. Және де 17-сі күні маған санкция беріп 2 айға қамауға алды. Соны сыйбайсынасыға бар, ол жерде 2 ай отырып, 2 ай барғаннан бастап 15 күн бойы ол жерде тағы азаптады. Жаңағы ешқандай медициналық көмек көрсетпеді. Департамент полицияда ешқандай медициналық қызмет көрсетпеді. Менің жарақатым үстіндегі сынып атқанын бәрін көріп тұрады. Адвокат бүйтек жақсылықта, жаңағы Астана Клуб Нұрдәулетте ешкім ешқандай не көрсетпейді. Оның үстіне маған одан ары жаңағы айып таға бастады, жаңағы осы айыптар. 272-нің екісін таға бастады. Сұрағыңыз бар ма? Айтыңызшы, сіз жаңағы бейнежазбаларды түсірдім дедіңіз. Ұялы телефоныңызға, сол ұялы телефоныңыздағы бейнежазбаларды қандай да бір желілерге жарияладыңыз ба? Жоқ, бейнежазба мен тарих деп өзім түсірдім, өзімді түсірдім, жаңағы жан-жақта болып жатқан ситуацияны түсірдім. Бірақ та ешкімге таратқан жоқ, өшіріп тастадым, ұдай деп түсірдім. Бейнежазбаларды ешкімге таратқан жоқпын. Және де айтыңызшы, өткен апталарда сот отырысы барысында бейнежазбаларды көрдік. Бейнежазбаларда сіздің жаңағы бірнеше сөздеріңіз бар. Қашпа, қуала, сындырмаңдар деген сөздер. Осы сөздерде қашпа сөзі кімдерге айтылған? Қашпа деген сөз мен жаңағы ауылдастарым жаңағы өзімнің бірге келгеннен кейін солардан адасып қалмайын деп айтқаным қашпа деп ауылдастарыма өзім қасындағы бірге барған адамдарға айттым мен. Қашпан, газ граната жарылған кезде бәріміз жан-жаққа тынтырақай қашып, уланып, нетіп жатқан кезде қашпа деген сөзін жазылды сол жерде мен ауылдастарыма айттым. Және қуала сөзі кімге айтылды? Қуала сөзі негізі білмеймін, бірақ жаңағы қашып бара жатқан жаңағы балаға айтып жатырмын да мен өзіміздің жаңағы балаға. Яғни қуалап тоқтат деген сөз. Оның ар жағында сөзі бар, ол жазылмай қалыпты жаңағы бейнежазбаға. Ар жағында жаңағы ауылдасыма айтылған сөзім ол негізі. Ауылдасыңыз кімдер? Ауылдастарыңыздың атын атап шықтыңызшы. Ауылдасым аты бірге келген Нұрбол деген жігіт, Бейбіт деген жігіт, Берік деген жігіт. Әбіш, Берік, Бейбіт, Нұрбол. Және осы бейнежазбалардың ішінде сіз сындырмаңдар деп айтып жатасыз. Кімге және нені айтып жатырсыз сындырмаңдар деп? Сындырмаңдар деп айттым, жаңағы біз алаңға жеткен кезде акиматтың тарапында акимат жақты біреулер лақтырып, тас лақтырып, терезеден лақтырып, сөйтіп өртеп, сөйтіп жатқан жерде мен қойыңдар, сындырмаңдар деген нелерім бар ол жерде. Соларға халыққа айтып жатырмын да, адамдарға лақтырмаңдар, нелерім бар, сындырмаңдар деген сөзім соларға айтылған. Және де айтыңызшы, сіз осы Төле би Сейфуллин көшесінің бойында автокөлікті қойып, ары қарай алаңға дейін жаяу барды дедіңіздер. Сол жерде сіздердің жандарыңызда, жақын жерлеріңіз, жақын маңда полиция қызметкерлері немесе әскери қызметкерлер жандарыңызда болды ма? Көрдіңіз бе? Біздің жанымызда болған жоқ, ол маған көрінбейді. Перекресттің арғы бетінде алыс жақта болды, күн тұмандау болды, еще газ болды, мен жөндеп көрген де жоқпын жаңағы. Келе салған кезде ғана көрдім, өйткені қасымда Әбіш, Берік деген бауырым бар, жаңағы полиция қызметкерлерінің қасына бар, жалғыз өзі сол сөйлесіп тұрған жайтын мен түсіргенім бар, сол видеода көрініп тұр. Мен аю қайт деп айтқаным бар, аю деп жаңағы лақап аты да, енді сол ауылда сөйтіп айтамыз, соны қайт деп мен уже сол жерде ниетім болды қайтуға, мен қайт деп сол айтып жатқан уже мен қайтайық, алысты жолдың арғы бетінде олар тұрған болған.
Және айтыңызшы, қазіргі таңда міне өзіңізбен бірге 25 адамға қатысты қылмыстық іс жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда 24 азамат отыр. Осы азаматтардың ішінде қайсысы бірін танисыз ба? Көрдіңіз ба, сол жерде бірге жүрдіңіздер ма, танисыз ба, айтыңызшы? Жоқ, мен мына жерде 25 адамның ешқайсысын танымаймын. Осы сот барысында қазір мені танысып көріп жатырмын, бірақ танымаймын ешқайсысын. Бұрынға дейін танымағанмын мен. Осы 5 қаңтар 2022 жылы Алматы қаласына алаңға келуіңіздің мақсаты не болды? Мақсатым менің жаңағы ауылдағы жұмыссыздық, ешқандай перспектива жоқ ауылда, ешқандай жұмыс орны жоқ, жаңағы бала шағам жаңа айтып өткендей, өзім ол кезде 6 бала шағам бар, жаңағы бәрі кәмелетке толмаған кішкентай балаларым. Соны ешқандай бір жұмыс болса екен, бір ауылда бір қызмет көзін ашып, бір сондай қымбатшылық, кредит бар, оның бәрін соны көп да айта берсе. Бірақ Жаңаөзеннің газы деп басталды негізі. Оны да білмеймін, біз өзім сол әлеуметтік жағдай ретінде мен бардым айтуға. Бір жұмыс ашып берсе екен, біреу уәжімізді біреу тыңдаса екен деп, сондай оймен, ниетпен шықтық ауылдан негізі. Және айтыңызшы, осы жаңа сізді 4 күн бойы Жамбыл аудандық полиция басқармасында азаптады дедіңіз. Одан кейін 4 күн жаңағы Алматы қалалық полиция департаментінде азаптады дедіңіз. Осы 8 күн азаптаудың мақсаты ол кісілерде не болды? Азаптаудың мақсаты маған үстіне тағы бірдеңелер жаңағы бірдеңелерді ілгілері келді, біреу ақша деп айтты, біреу тағы бірдеңелерін полиция қызметкерлерінің өзінің бір фантазияларын іске асырғысы келді. Ол ондай болмады, шықпады ондай істер. Тек қана азаптаумен ғана жаңағы дубинкамен ұрды, электрошокермен тоқтамай неше сағат ұрды, неше уақыт тоқтамай азаптады, тамақ берген жоқ, суықта ешқандай медициналық қызмет көрсетпеді. Соны 8 күн бойы азаптап, тек қана 10 күні қамады, 17 күні санкция берді ғой. Сонда 7 күн бойы жаңағы заңсыз қамап, азаптап, бір нәрсені мойныма іліп, сондай іс-әрекеттер жасады. Айтыңызшы, осы сіздің қылмыстық ісіңіз бойынша 23 мамыр 2022 жылы сарапшының берген қорытындысы бар. Яғни осы жаппай тәртіпсіздікке сіздің іс-әрекеттеріңізде шақырту белгілері бар дейді. Оның ішінде қашпауға шақыру, қашпаңдар деген сөздер айтылған дейді. Сіз осы өзіңізбен келген ауылдастарыңызды немесе басқа да сол жерде бейбіт шеруге келген азаматтарды үгіттеп шақырдыңыз ба? Жоқ, мен ешкімді үгіттеп шақырған жоқпын алаңға, ешкімді үгіттеп кел деген жоқ, ешқандай видео таратқан жоқ, ешқандай листовка таратқан жоқ, артынан адамды ерген жоқ. Менің әрбірден сөзімді ешкім тыңдаған да жоқ. Мен жай өзім қасымдағы бірге ауылдан келген, машинемен бірге келген 4 баланы қайтадан аман есен ауылға мына жағдайды көргеннен жеткізуді ойладым. Соларды іздеумен уақытым өтіп кетті просто. Біз сразу айту керек еді, адасып қалдым. Сол адасып қалмас үшін қашпа деп айтқаным бар біреуіне. Қасымдағы өзімен бірге келген балаға. Берікке. Қазіргі таңда өзіңізге тағылған айыпты мойындамайсыз. Айыпты толығымен мойындамаймын. Соттан не сұрайсыз? Соттан сұрағым, қазір мұнда сот несі жүріп жатыр, құрметті сот. Қаншама зардап шеккен тағдырлар көріп жатырмыз, қаншама зардап шеккен адамдарды көріп жатырмыз. Мына жерде мені айтарым, мына прокуратураның құлағына алтын сырға, өте үлкен дәу алтын сырғаны тыңдаңыз. Және де менің айтарым, мына қару-жарақ магазиндерінің иелеріне айтқым келіп тұр. Алматы қаласына қару-жарақты неге бұндай үлкен көлемде сатып жатыр, чемішке сатқандай? Неге Алматы қаласында бір шектеу жоқ? Бұларды жауапкершілікке тарту керек өздерін. Алматы қаласындағы қару-жарақ дүкендерін бір жерге, бір бөлек сондай бір зданияға неге бұлар өздерінің қаруларын сақтамады? Және де неге әлі күнге дейін істеп тұр бұл дүкендер? Неге бұл қару-жарақтың бәрінің кесірінен мыңдаған қазақтың баласы зардап шекті?
мыңдаған қазақтың баласы өлді, мыңдаған қазақтың баласын соттап жатыр, мыңдаған қазақтың баласы мүгедек болып жатыр. Бұл қару-жарақ магазин өздерін жауапқа тарту керек деп ойлаймын. Және де біздің әлі де өкіметімізден ақша алуды тырысып жатыр. 90-95% бұлардың иелері шетел азаматтары. Алматы қаласында біздің әсем Алматы қаламызға неге сонша қару-жарақты шетел азаматтары бар, басқасы бар, неге кіргізіп қойып, витриналарын ашып қойып, өтпеген қаруларын қазір өкіметтен талап етіп жатыр, халықтан талап етіп жатыр. Өздерінің 15 жыл бойы сатылып өтпеген қарулар неге бұлар сондай адамның тағдырына сондай зақым келтірді? Соларға жауапкершілік тартсын деп ойлаймын. Менің өзіме келсем, сізден құрметті сот, қазіргі таңда мен ешқандай жұмыс орнына неге ешқандай нем жоқ, денсаулығым жарамайды, әлі күнге шейін осы азапталған фактыдан кейін емделген жоқ, медицина қызметтерін көрген жоқ, ешқандай жағдайым да жоқ, 7 бала шағам бәрі кәмелетке толмаған, мектепке барады, олардың жалғыз асыраушысымын, шешесі, олардың шешесі де менің келіншегім сахарный диабетпен ауырады, өтін операция жасап алып тастады. Сол осы зардап енді қазір мен де шегіп жатырмын. Маған құрметті сот, өте сіздің әділ шешім қабылдағаныңызды сұраймын. Осы жағдаймен өте мен 272-ның 3-ші бабына келіспеймін. Менікі административный штраф, негізі жай бейбіт шеруге қатысқан үшін ғана. Ешқандай не көрсеткен жоқпын. Ешкімге қысым көрсеткен жоқ, ештеңені өртеген жоқпын, ешкімді ұрған жоқ. Маған осындай айып тағатындай мен өзімді ақтауыма осындай мүмкіншілік беріңіздер. Істі қысқартуды сұраймын сізден. Сұрақтарыңыз бар ма? Прокурор Тойлет. Бисаров айтыңызшы, сіз мына Төле би Сейфуллина көшесінде кіріп жатқанда қасыңызда достарыңызбен бірге келаттыңыз ба? Мен адасып қалдым, ол жерде Төле би Сейфуллинада достарымнан адасып қалдым. Жаңағы қатты газбен атқылап сол жердің бәрі, көшенің бәрі газ болған кезде соны адасып қалдым. Жоқ, қасыңызда достарыңыз болды ғой, видеода көріп тұр ғой, қасыңызда бір адамдар келатқан. Солармен сөйлесіп келатқан достарыңыз ба сіздің? Жаныңызда тура. Сейфуллина Төле биде емес, ол мен жол жөнекей тағы ауылдастықты кездестіріп, жаңағы бірге құшақтасып екеуміз суретке түстік. Мен егер бір қылмысты бір нем болса, өз-өзімді ешқашан түсірмеймін. Өз-өзіміз, любой адам, өз-өзім бір қылмыс жаман ой болса, өзін түсіріп, суретке түсіріп жарияламайды негізі, жаңағыдай түсірмейді дегенім ғой. Мен бетінде маска да жоқ, бірге түсіп, сөйттік. Ауылдасымды кездестіріп қалдым сол жерде, бір ауылдасымды. Иә. Түсінікті. Жақсы, сіз айтасыз, достарыңызды іздеп сол жерде жүрдім дейсіз. Ал не себепті онда сіз айтылатын студенттер отбиваться етіп жатыр? Қашпаңдар, алға Қазақстан деген сөзді не үшін айттыңыз онда? Алға Қазақстан, енді көріп тұрған нәрсемді айттым, мен біреулер отбиваться етіп жатыр, алға Қазақстан деп айттым мен енді оны. Біреулер емес, студенттер дедім. Сіз сонда полиция қызметкерлері сол жерде солардан халықтан ұрлық соғып қашып жатқан көрдіңіз ғой сол жерде? Жоқ, ол кезде емес, мен қашып баратыр деп айттым, бірақ мен оны біреуге немен, намерениемен, ондай оймен емес, мен өзім көргенімді айтып тұрмын да, мен сараптамаларым бар. Осы жағдайда мен сізге айта кетсем, менің жаңағы видеоларымды сіздердің сараптамаларыңыздың түсірген нелеріңізбен айып тағып жатсыз ғой. Менің өзім жеке сараптамаларыңызбен де түсіріп, соның бәрін көрсетіп, тексерттік. Ол қандай сөзде, ешқандай объект, субъект жаңағындай нелерім жоқ. Менің сөздерімде ешқандай не жоқ ондай. Мен жай таңғалыспен айтып жатырмын да, таңғалыспен сондай көріністі көріп, тарих ретінде сөйтіп айтып жатырмын. Мен біреуді оған шақыртып нетіп жатқан жоқ мен ешқандай. Жақсы, сосын сіз Төле би Сейфуллина Бөгенбай көшесінде полиция қызметкерлерінің машинасы жанып жатқанын көрдіңіз ғой? Иә. Көрдіңіз, иә? Жақсы, ары алаңға барған кезде не себепті мына полиция қызметкерлерінің бомбалары таусылмайды деп не үшін айттыңыз сіз?
Енді қайта атқылап жатыр ғой. Балаларды жаңағы бейбіт жерге алаңға мен өзім секілді ойладым да, ол кезде өзім сияқты бір әкім біреу шығады екен деп ойладым. Мен біреу шығып бізге қазір жауап беріп, мына халықты қайтарады екен деген оймен келдім. Сол кезде мыналарың әлі атып жатыр ғой деген оймен айттым да мен. Сол жерде қасыңызда досыңыз жүрді ғой сіздің неге алаңға барған кезде, сол кезде неге соны алып үйге кетіп қалмадыңыз? Көрдіңіз ғой сол жерде жаппай тәртіпсіздік болып жатқан, бір-бірін ұрып, машиналарын алып, машиналарды өртеп жатқан, сол кезде кетіп қалуға мүмкіншілік болды ғой сізде? Дұрыс айтасыз, прокурорымызда мүмкіншілік болды, бірақ мен қасымдағы өзіммен ілесіп келген 4 адам болып қайтқым келді. Өйткені мен ауылдастарым ғой, мен бірге келгеннен кейін соларды іздеумен болдым. Соларды осы жерге, көрдің бе деп көрген танитын адамдардың бәрінен сұрадым. Мен көрдің бе, аналар қайда? Мен қасымдағы адамдарды іздеумен болдым. Соларды тапқаннан кейін сразу кеттім. Ол кезде уже қыстың күні жаңағы жарық тез батады, бір 5:30-6 шамасында мен таптым сол жерде, кеттік деп сондай шешім қабылдадық. Сөйтсем олар мені іздеп жүр, мен оларды іздеп бір-бірімізден адасып қалып іздеп бардық жаңағы мыңдаған адамдардың арасында. Видеода нақты естіп тұр ғой, сіздің алға Қазақстан, алға ешқайда қашпаңдар, алға қарай жүріңдер деген сөздер не себепті айттыңыз онда сізге достарыңызды іздеп, солар үшін уайымдап жүрсеңіз? Сізге енді алдағы сұрағыңызға алдағы сөздің бәрін мен бір уақыт айтқан жоқ. 2 сағат бұрын алға Қазақстан деп айтқан, одан кейін 2 сағаттан кейін басқаша айтқан, соның бәрін құрастырып бір уақыт қылып айтып тұрсыздар. Мен алаңда ондай сөз айтқан жоқ. Сіздер шатысып жатсыздар. Мен басында 2 сағат 1-де айтқам, енді сағат 4-те мен алға Қазақстан деп айттым. Жаңа қашпаңдар деген сағат 1-де, неде ғана айтқам мен қасымдағы балаға. Алға Қазақстан деп мен поштқа барғанда сол жерде айттым. Жаңағы кімге екінші баланы кездестіргенде болды. Соның арасы 4 сағат. Сіз соның бәрін құрастырып, мен бір уақыт айтқандай қылып жатсыздар, мен бір мезетте айтқан жоқ ол сөзді. Достарын тапқаннан кейін кетіп қалуға мүмкіншілік болды. Неге кетпедіңіз, соны айтсаңызшы? Кеттім ғой, тапқаннан кейін сразу кеттім ғой мен досымды. 4-еуін тапқаннан кейін сразу кеттім ғой. Олар сіздің қасыңызда Сейфуллинов көшесінің бойымен бірге жүрді ғой, сізбен бірге. Сол алаңға дейін бірге барды ғой қасыңызда құшақтасып. Енді мен сізге не айтып тұрмын? Ол құшақтасып тұрған ол емес, сіз түсінбей тұрсыз. Прокурорымызда, сіз басқа бала ғой, ол жерде жатыда бәрі аты несіне дейін жазылып тұр ғой, ана жерде. Делаңызда да алдыңыз оқсаңызшы, қарап кішке, қай адам екен? Анау аты басқа, ананың аты басқа ғой. Мен өзіммен бірге келген адамды іздеп жүрмін ғой, сіз неге түсінбей тұрсыз? Ғалбек Намугезевич, айтыңызшы, жаңа сіз ауылдастарыңызбен бірге келдім дедіңіз. Қазіргі таңда ол ауылдастарыңыз қылмыстық іс ол кісілерге қатысты қозғалды ма, және де ол кісілер де жауапкершілікке тартылып отыр ма? Жоқ, Қаракөстек ауылынан мен ғана жауапкершілікке тартылып тұрмын. Ешқайсы жауапкершілікке тартылған жоқ. Оларды да Жамбыл ауданының полиция бөлмесіне апарып, ұрып, соғып, азаптап, 200 мыңнан, 300 мыңнан ақша алып, жаңағындай вымогать етіп, орысша айтқанда, вымогать етіп, полиция қызметкерлері оларды жіберді. Ешқайсына ешқандай іс қозғалған жоқ, өйткені олар ештеңе істеген жоқ. Босқа денсаулықтарынан айырылып, бәрі таяқ жеп, ұрып, соғып, бәрін азаптап, қайтарып, қорқытып жіберді. Мені ғана іс қозғады. Айтыңызшы, жаңа прокурор мырза сізге сұрақ қойып отыр. Сіз жаңағы ауылдасыңызбен бірге видеоға түстіңіз дейді. Сіз ол ауылдасыңыз видеоға түсіп, өздеріңізді түсірген видео. Ол ауылдасыңыз сізбен бірге автокөлікпен келген ауылдасыңыз ба, немесе ол бөлек басқа автокөлікпен келген басқа ауылдасыңыз ба? Иә, ол қашан ояққа барғанын білмеймін, мен жай көріп қалдым ол ауылдасын. Мен бірге келген адам емес ол. Бөлек өздерінше жүрген. Және аты жөнін айтып өтіңіз сол кісі. Аты жөні Бауыржан деген малшы, мына жерде жазылып тұр. Және де Мақсат деген жігіт, және де айтыңызшы, қазіргі берген жауабыңыз сіздің тергеу алдын ала тергеп тексеру кезіндегі берген жауабыңызбен сәйкес келе ме?
сіз басынан бастап осы жауаптарды айтып келесіз бе, және де сол жауаптарыңызбен қазіргі жауаптарыңыз сәйкес келе ме, соны айтыңызшы. Ең мені үйден алып 10 күні кеткенде телефонымда болған видеозаписті сол жауаппен сонымен мені берген жауабым да сол менің бірінші жауабым осы, әлі күнге дейін беріп жатқан жауабым осы. Одан артық маған ештеңе әлі ілген жоқ, ештеңе тапқан жоқ. Менің жазықсыз екенімді көріп тұра, мені неге бір апта бойы полиция департаментінде және де ішкі істер бөлімінде неге азаптады, және 2 айға неге соттады мені? Осы бүгінгі видеода, осы видеодан басқа видео жоқ, құрметті сот. Сон не үшін мен сонша уақыт азаптап денсаулығымды алды? Отырыңыз. Бізде уже сағат 12 болды. Түстен кейін жалғастырамыз процесті сағат 16-да. Үзіліс. Recording stopped.